Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға құрамда иелік заттары бар дәрілік өсімдіктер мен дәрілік өсімдік шикізаттарын талдауға арналған дәрісімізді ұсынамыз. Тақырыптың негізгі сұрақтары: иелік заттар туралы жалпы түсінік, иелік заттардың өсімдікке таралуы және олардың биологиялық маңызы, табиғаты мен жіктелуі, физика-химиялық қасиеттері, иелік заттарды дәрілік өсімдік шикізаттарынан бөліп алу, сапалық және сандық анықтау, және де құрамында иелік заттары бар дәрілік өсімдіктер мен дәрілік өсімдік шикізаттарын талдау. Фенолды табиғаты бар заттар деп бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар бензол сақинасынан тұратын ароматтық қосылыстарды айтамыз. Фенолды қосылыстардың химиялық жіктелуі биогенетикалық принципке негізделген. Барлық фенолды қосылыстарды молекулалық құрылысының күрделенуіне байланысты бірнеше топтарға бөлуге болады. Соның ішінде біз бүгін полимерлі фенол қосылыстарына жататын иелік заттар туралы, соның ішінде гидролизденетін және конденсирленген таниндер туралы сөз қозғаймыз. Иелік заттар деп ақуыздарды, алкалоидтарды, ауыр металдарды тұнбаға түсіретін тұтқыр дәмі бар өсімдік текті фенолды жоғарғы молекулалық қосылыстарды айтамыз. Олар өсімдік жасушаларында еріген күйде кездесіп, тұтығу тотықстану реакцияларына қатысады. Терінің ақуызы коллагенмен байланысып, шіруге қарсы әсер ететін тұрақты құрылым түзеді. Дегенмен, бұл қосылыстардың барлығы теріні илеу қабілетіне ие бола бермейді. Бұл қасиет тек молекулалық массасы 1000-нан 20 000-ға дейінгі табиғи жоғарғы полимерлік қосылыстарда болады. Ал төменгі молекулалық қосылыстардың бұрыстырғыш дәмі болады да, бірақ илеу қабілеті болмайды. Мұндай қосылыстарды псевдотаниндер деп, немесе тағамдық таниндер, шай таниндер деп те атайды. Иелік заттар табиғатта кеңінен таралған. Иелік заттар кездеспейтін бірде-бір өсімдіктер класы болмайды. Әсіресе иелік заттар қос жарнақтылар өкілдерінде көбірек таралған, және олар онда көп мөлшерде жинақталады. Иелік заттар раушангүлділер тұқымдасы, тарандар тұқымдасы, мирттар тұқымдасы, бұршақтар тұқымдасы, астрагүлділер тұқымдасы өсімдіктерінде көбірек кездеседі. Иелік заттар өсімдіктің барлық бөліктерінде, соның ішінде діңінің қабығында, тамырлар мен тамыр сабақтарында, сабақтары мен жапырақтарында, жемістерінде де кездеседі. Басқа да фенолды қосылыстар сияқты иелік заттар өсімдік ағзасында әртүрлі биологиялық қызметтер атқарады. Қуыр заттарының бір түрі ретінде қарастырылады. Мұны олардың көптеген өсімдіктердің жер асты бөліктерінде және ағаштың өзегінде, қабығында жинақталуынан көруге болады. Бактерицидті және фунгицидті қабілетке ие бола отырып, иелік заттар фенол туындылары тәрізді өзектің шіруін болдырмайды және өсімдіктерді зиянкестер мен әртүрлі ауру қоздырғыштарынан сақтайтын қабілетке ие болады. Иелік заттардың жіктелуі мынадай екі принципке негізделген. Иелік заттарды құрғақ айдау кезінде бөлінетін ыдырау өнімі бойынша пирокатехин және пирогалол туындылары және химиялық құрылымы мен қасиеттеріне негізделген Фрейденбург ұсынған гидролизденетін және конденсирленген иелік заттар деп. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ыдырау өнімі бойынша иелік заттар пирокатехин туындылары және пирогалол туындылары болып екіге бөлінеді. Ал химиялық құрылымы мен қасиеттеріне негізделген жіктелуі бойынша иелік заттар жоғарыда айтып өткеніміздей гидролизденетін және конденсирленген иелік заттар болып екіге бөлінеді. Гидролизденетін иелік заттардың өзі галлотаниндер және эллаготаниндер деп бөлінеді. Галлотаниндер гидролиздену нәтижесінде галла немесе дигалла қышқылдарын түзе гидролизденетін заттарды айтады. Ал эллага иелік заттары немесе эллаготаниндер
Гидролиз нәтижесінде фенол қалдықтары күйінде эллага қышқылына ыдырайды. Эллаготаниндер қандағы жемістерінде кездеседі. Ал галлотаниндер Қытай галлалары, түрік галлалары, иілік сумақ жапырақтары, скумпия жапырақтарында кездеседі. Гидролизденетін иілік заттар ол гликозидті сипатқа ие. Олар ферменттер мен қышқылдардың әсерінен гидролизденеді. Жай фенолды табиғи қосылыстар түзеді. Ал конденсерленген иілік заттар гликозидтерге жатпайды. Олар қышқылдардың әсерінен одан әрі тығызданып, ерімейтін борпылдақ қосылыстар түзеді. Конденсерленген иілік заттардың тотығу өнімін флобофендер немесе красендер деп те атайды. Конденсерленген иілік заттарға катехиндердің, лейкоантоциандардың, стилбендердің туындыларын жатқызуға болады. Конденсерленген иілік заттар қазтабан тамырсабақтары, қара жидек жемістері, мойыл жемістерінің құрамында кездеседі. Жоғарыда айтып өткеніміздей, гидролизденетін иілік заттардың агликондары ретінде ароматты оксикарбон қышқылдары, гал қышқылы, дигал қышқылы және эллага қышқылдары кездеседі. Иілік заттардың физикалық қасиеттеріне тоқталатын болса, олар суда, спиртте, сулы ацетонда және этил ацетатта еритін, бензолда, хлороформда, сусыз эфирде ерімейтін аморфты заттар. Суда ерігенде коллоидты ерітінділер түседі, тұтқыр дәмді және ессіз. Иілік заттарды дәрілік өсімдік шикізатынан ыстық сумен бөліп алады. Ұсақталған дәрілік өсімдік шикізатын ыстық сумен қайнап тұрған су моншасында 20-30 минут қыздырады. Суытылған сығындыны мақта арқылы сүзіп, сапалық реакциялар жүргізу үшін қолданады. Экстрактыны ілеспе заттардан полярлығы артқан органикалық еріткіштер мен сатылы өңдеу арқылы тазартады. Хлороформмен экстракциялау арқылы хлорофилдерден, терпеноидтардан, восктерден, липидтерден, ал этил ацетатпен экстракциялау арқылы лейкоантоциандардан, катехиндерден тазартады. Иілік заттарды анықтаудың сапалық реакциялары олардың келесі қасиеттеріне негізделген: ақуыздармен және ауыр металдармен тұнба түзу және темір тұздары ерітінділермен боялған қосылыстардың түзу қасиеттеріне. Иілік заттарды анықтаудың сапалық реакцияларын тұнба түсу реакциялары, түсті реакциялар деп және дәрілік өсімдік шикізатында гидролизденетін және конденсерленген иілік заттардың қатар болғанда оларды ажырату реакциялары деп бөлуге болады. Иілік заттарды анықтаудың жалпы реакцияларына ақуыздармен және алкалоид тұздарымен тұнба түсу реакцияларын жатқызуға болады. Түсті реакцияларға темір аммоний ашудасы ерітіндісімен реакцияны жатқызуға болады. Нәтижесінде қара көк түс пайда болса, онда гидролизденетін иілік заттардың болғаны, ал қара жасыл түс пайда болса, конденсерленген иілік заттардың пайда болғаны. Натрий нитритімен реакция. Реакция нәтижесінде қышқылдық ортада бос эллага қышқылы қызыл күлгін түске боялады. Ал егер ол байланыста болатын болса, кармин қызыл түсті күкірт қышқылының қатысында ғана береді. Конденсерленген және гидролизденетін иілік заттар дәрілік өсімдік шикізатында бірге болған жағдайда оларды ажырату немесе айыру реакцияларына бром суымен реакция, хлорсутек қышқылының қатысында формальдегидпен реакция, 10% қорғасын ацетатының орташа тұзымен реакцияларын жатқызуға болады. Иілік заттардың мөлшерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік фармакопеясында келтірілген перманганатометриялық әдіс бойынша анықтауға болады. Фармакопеялық әдіс ол иілік заттардың калий перманганаты мен индигосульфа қышқылдың қатысуында әлсіз қышқылдық ортада тотығуына негізделген. Тәсілдің артықшылығы қарапайымдылығы, бірақ нәтиженің дәлдігіне
калий перманганатының басқа да иілік заттардан басқа да табиғи қосылыстарды тотықтыратын қасиеті әсер етеді. Енді құрамында иілік заттары бар дәрілік өсімдіктер мен дәрілік өсімдік шикізаттарына тоқталатын болсақ, танин мен оның препараттарын алу үшін өндірісте қолданылатын шикізат ретінде галлалар пайдаланылады. Галлалар деп фармацияда жәндіктердің зақымдануынан жапырақтарда пайда болатын өсінділерді айтады. Зақымдалған ұлпалардағы зат алмасуының бұзылуынан галлаларда иілік заттардың көп мөлшері жинақталады. Түрік галлалары. Түрік галласы бұл жарғақ қанаттыларға жататын жәндіктің лузитан еменінің жас жапырағын зақымдануының нәтижесінде пайда болған өсінділерді айтамыз. Лузитан емені бұл шамшаттар тұқымдасына жататын өсімдік Балканда, Азияда, Иранда кездеседі. Дәрілік шикізаты жаңа жиналған галлалар жасыл түсті, жұмсақ, сөлді, домалақ бүр пішіндес. Күзде жинайды екен галлаларды. Кептірген кейін олар сұр түсті, қатты, жаңғақ тәрізді. Химиялық құрамына келетін болсақ, 50-60% галла таниндерден тұрады. Танин және оның препараттарын алуға қолданылатын шикізат көзі. Қытай галлалары. Қытай галлалары жібек құртының жартылай қанатты сумақ өсімдігінің жас бұталары мен жапырақ сағағын зақымдануының нәтижесінде пайда болатын өсінділер. Қытай галлалары болып табылады. Таралуы бұл өсімдіктің жартылай қанатты сумақ өсімдігінің таралуы Қытайда, Жапонияда, Индияда кездеседі. Химиялық құрамына тоқталатын болсақ, 50-80% галла таниндерден тұрады. Танин және оның препараттарын алуға қолданылатын шикізат көзі ретінде қолданылады. Құрамында иілік заттары бар дәрілік өсімдіктерге бұдан басқа иілік сумақты қарастыруға болады. Иілік сумақ, сумақтар тұқымдасына жатады, шикізаты ретінде жапырақтары қолданылады. Иілік сумақ биіктігі 1-3 метр болатын бұта немесе ағаш. Қырымның, Кавказдың, Түркменияның тауларында өседі. Құрамында 15-20%-ға дейін танин кездеседі. Қолданылуы танин және оның препараттарын алу үшін қолданылатын өндірістік шикізат. Скумпия жапырақтары. Скумпия когигриясы өсімдігінің жапырақтары құрамында иілік заттары бар дәрілік өсімдік шикізаты ретінде қолданылады. Скумпия когигриясы өзі биіктігі 2-3 метрге жететін тармақталған бұта немесе ағаш текті өсімдік. Кавказда, Қырымда, Украинаның оңтүстігінде таралған, таулы шатқалдарда, бұта араларында, сирек орманды жерлерде өседі. Мәдени түрде де өсіріледі. Құрамында 23-25% галла таниндер және бос галла қышқылдары кездеседі. Танин мен оның препараттарын алу үшін қолданылатын өндірістік шикізат. Қанды ағаш жемістері. Жабысқақ қанды ағаш және сұр қанды ағаш дәрілік өсімдіктерінен алынады. Жабысқақ қанды ағаш және сұр қанды ағаш қайындар тұқымдасына жататын өсімдіктер. Биіктігі 20-30 метрге жететін ағаш күйінде өседі. Ресейдің еуропалық бөліктерінде орманды және орманды далалы жерлерде кездеседі. 4%-ға дейін құрамында қанды ағаш жемістерінде эвлага таниндер кездеседі. Асқазан ішек ауруларында бұрыстырғыш жинақтар құрамында қолданылады. Қазтабан тамыр сабақтары. Раушангүлділер тұқымдасына жататын түзу қазтабан өсімдігінен тамыр сабақтары құрамында иілік заттары бар
дәрілік өсімдік шикізаты ретінде қолданылады. Биіктігі 30 сантиметрге жететін көп жылдық шөптесін өсімдік. Көп басты горизонтальды тамыры бар, жалғыз жылтыр сары гүлдері бар өсімдік. Ресейдің европалық бөлігінде, Батыс Сібірде кең таралған. Құрамында 15-30%-ға дейін конденсирленген елік заттары бар. Тамыр сабақтарын жаздың аяғына қарай жемістері піскен кезде жинайды, қайнатпа түрінде қабынуға қарсы қолданылады. Емен қабығы, кәдімгі емен ол биіктігі 40 метрге жететін ірі тамыры бар, кең жайылған діңі бар, бурыл қоңыр түсті, жарылған тоз қабығы бар ағаш. Шамшаттар тұқымдасына жатады. Құрамында 10-20%-ға дейін пирогалол тобының елік заттары, сонымен қатар бос-элага және гал қышқылдары бар. Қайнатпасын, тұнбасын, жинақтарын құрамында қабынуға қарсы және бұрыстырғыш дәрмек ретінде стоматитте, гингивитте, созылмалы тонзиллитте, фарингитте, қызыл еттің қабынуында, іш өтуінде қолданылады. Жылан таран тамыр сабақтары. Жылан таран тарандар тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік, шикізаты ретінде тамыр сабақтары қолданылады. Тамыр сабағы жуан, жылан тәріздес. Ресейдің европалық бөлігінде, солтүстік және солтүстік шығыс Қазақстанда кездеседі. 15-25%-ға дейін құрамында аралас иілік заттары бар. Қайнатпасы іш өтуде, қабыну процестерінде пайдаланылады. Қолданылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.